және де might модальный етістіктер мүмкін немесе болама деп аударылады. Іс-қимылды болжағанда немесе рұқсат сұрау кезінде қолданылады. Мысалы, they may not have finished yet. Олар әлі аяқтамаған болуы мүмкін. May мүмкін деп аударылып тұр бұл жерде. She might have forgotten about the conference. Ол конференция туралы ұмытып кетуі мүмкін. Бұл жерде де might мүмкін деп аударылады. Жалпы may mightқа қарағанда болу мүмкіндігі көбірек. Might төмендеу. Және де сұрақты сөйлемде may I see the manager. Мен менеджерді көрсем бола ма? Бұл жерде may сұрақты сөйлемде бола ма деп аударылады. Және де might та тура сондай. Might I borrow these files. Мен мына файлдарды алсам бола ма? Бұл жерде де might, may сияқты сұрақты сөйлемде бола ма деп аударылады. Яғни may mightқа қарағанда болу мүмкіндігі көбірек. May және де might. Shall мен willдің айырмашылығы. Екеуі де келер шақтың белгісі ретінде қолданылып келді. Алайда қазіргі таңда shall өте аз қолданылады. Көп жағдайда willді біз кездестіріп жатамыз. Shall британдық сөз және де көп жағдайда ресми құжаттарда, заң құжаттарында, әдеби кітаптарда көп кездеседі. Және қазіргі кезде көбіне ұсыныс беру кезінде көп қолданылады. Мысалы, shall I open the door? Есікті ашайын ба деген сөйлемде, яғни ұсыныс беріп тұр. Shall I invite your brother? Мен сенің бауырыңды шақырайын ба деген сияқты ұсыныс беру кезінде осы shall қолданылады. Екінші, will, ол күнделікті өмірде қолданылады. Көп жағдайда америкалық сөз. Америкада көп қолданылады. I will do that. Мен осыны жасаймын. Мен соны жасаймын. I will be sunny tomorrow. Ертең күнді болуы мүмкін. Яғни болжам ретінде де қолданса болады. Will you call me, please? Және де will өтініш ретінде де қолданылады. Маған хабарласасың ба деген секілді. Яғни shall көп жағдайда британдық сөз, ресми құжаттарда, әдеби стильде кеңес беру кезде көп жағдайда ұсыныс беру кезінде қолданылады. Және заңгерлік құжаттарда will болса, америкалық сөз күнделікті өмірде жиі қолданылады. Болжам жасағанда